Короче, bir елде бір мықты хан болыпты да. Сол ханның ауылында молдасы бар екен. Енді ана молдамен қатты ақылдасады екен да ана хан. Не болса соны ақылдасып, молданың енді авторитеті мықты екен еді. Сонымен күндердің күнінде сол ауылға сәулетші жігіт кепті. Сәулетші жігіт, архитектор жігіт келген да. Сонымен архитектор жігіт келіп, ана үйді салып, мына үйді салып, хан енді архитектормен общение кетіп қалған ғой бойша. Сонымен молда көре алмаған ғой. Молда көре алмай бір күн ханға келіп айтыпты: "О хан ием, түс көрдім. Түсімде сіздің әке-шешеңізді көрдім. Сіздің әке-шешеңізді көрдім. Жұмақта екен, жұмақтың төрінде екен." Хан қуанып: "Ой, машалла. Әке-шешем жағдай дұрыс па?" "Дұрыс, бірақ сізге бір өтініш айтты" деген ғой. "Қандай өтініш айтты?" "Қолымнан келсе орындайын" десе, "Сол жұмаққа бір жақсы мешіт сап беретін архитектор сұрап жатыр" деген ғой. "О, енді қалай қыламыз" десе, "Архитектор жібер" деп айтады дейді ханға. "Қалай қыламыз?" "Көр қазып тірідей көму керек" деген ғой. Енді архитектор оны біліп жүрген ғой. Сөйтіп архитектор айтыпты: "Жарайды, онда мен моламды өзім қазып дайындалайын. Сіздің әке-шешеңізге баратын болсам дұрыстап барайын" деп көрді қазып, арт жағынан жол істеп қойған ғой, енді екінші выход жасап. Хан молданы айтқанын тыңдап, ананы көміп, сонымен сәулетші жігіт екінші жақтан шыққанда 2-3 жыл басқа қалаға кеткен ғой. 2-3 жылдан кейін қайтып келіпті. Қайтып келген екен, бәрі аң-таң болған ғой, естіп енді. "Сәулетші қайтып келді" деп хан алдына шақырып: "Не болды сәулетшім, айт" деген ғой. "Аллаға шүкір, хан ием, әке-шешеңіз жұмақта шалқып өмір сүріп жатыр. Мешітін салып бердім. Енді сол мешітке имам сұрап жатыр" деп айтады дейді.